Әмір, саған қарап өз қанымды көремін. Тек біздей алтын ұрықтан шыққан асыл, тек қана дүниені дүбірлете алады. Менің билігім, Тәңір берген қасиетті тегімде. Хақ айтасыз, ұлы қаған. Бізді ғасырлар бөлсе де, қанымыз бір, мүддеміз ортақ. Мен сіз салған ұлы соқпақтың заңды мұрагерімін. Біздің тектілігіміз империямыздың іргетасы. Ассалаумағалейкум. Әмір Темір тарихта сайыпқыран атанған Тұран даласының ұлы перзенті. Деректерге сүйенсек, ол Барлас, Барулас ұруынан шыққан. Оның әкесі Тарғай би. Тарихи дәлел Жамиғат Тауарих деректері бойынша Барлас ұруы Шыңғыс ханның ата бабалары мен түбі бір түрік деген ұлы дарақтың бір бұтағы болып саналады. Тұлғаның қалыптасуы, оның ұруы, ежелден жауынгерлік, дәстүрі үзілмеген билік айтқан текті орта. Темірдің жастайынан батыл, шешімтал болуына осы Барулас ұруының нәрін асыл текті саналатын болмысы әсер етті. Ол өзін Шыңғыс хан империясының заңды мұрагері сезініп өсті. Темір бірден билікке келген жоқ. Ол алғашқы әскери саяси мектебін Шағатай ұлысының хандарының қол астында бастады. Әмір Темірді Тоғылық Темір хан Шағатай хан әулетінен, ер тұғырылды Берке хан Жош хан әулетінен билікке Бек Сұлтан қойғанды. Ол хан ордасында қызмет ете жүріп, Шыңғыс ханнан қалған жосық заңдарын, мемлекет басқару мен әскер жасақтаудың қыр-сырын меңгерді. Бұл кезең оның болашақта бытырап кеткен Шағатай ұлысының басын біріктіруіне негіз болды. Неге ол хан атанбады? Әмір Темірдің тарихтағы ең жұмбақ тұсы оның ешқашан хан лақабын иеленбеуі. Әмір мәртебесі оның жарты әлемді билесе де, өзін тек әмір немесе бек деп атады. Себебі түркілік жосын бойынша хан атағына тек Шыңғыс ханның тікелей ұрпақтары, төрелер ғана құқылы еді. Сондықтан ол таққа Шыңғыс хан ұрпақтарынан, мысалы, Сүйірқатмыш хан, ойыншық хандарды отырғызып, елді өзі ұлы әмір ретінде басқарды. Бұл оның заңға, жосыққа деген құрметін және саяси көрегендігін көрсетеді. Нақтырақ айтқанда, біріншіден хан, қаған сынды титулдар Орта Азия түріктеріне, соның ішінде Керей, Найман, Жалайыр және Алшын арыстарына тиесілі болған. Олардан басқалары өздерінен шыққан әміршілерді ешқашанда олай атамайтын. Тоғырыл мен Байбұқаның хан, ұлы Шыңғыс хан Теміржанның хан немесе қаған және Матардың хан аталуы соның анық дәлелі болмақ. Ал қоңыраттар шешен, уақтар, оңғыттар, тегін, қаңлылар шақ немесе сұлтан, қыпшақ, зәңгі, әз, селжұқ қайы, тағы басқа көптеген түріктер сұлтан деген науғыны тұтынса, тағы біразы жабғо, ябғо, әдеқұт секілді титулдарды қолданды. Демек, кейінгі кезде Иранды билеген жалайырлардың, сондай-ақ солтүстіктегі Тайбұға әулетінің, тіпті қалмаққа сіңіп кеткен торғауыттардың хан титулын қолдана алуының нақты тарихи, анық заңдық негізі болған. Олардан басқалары, тіпті жалғанның жартысын билеген Әмір Темір мен Осман әулеттері де хан, қаған деген титулдарды қолдана алмаған. Басқа рулар, тіпті Шыңғыс ханмен бір ұтық болып, шежірелік жақтан туыстас болып келетін барластар да ондай дәрежеге жете алмаған. Әрі ұлыс әміршісі, әрі Шыңғыс хан әулетіне жиен әйгілі Әмір Темір де әмір деген дәрежені месе тұтуға мажбүр болды. Оның тақ мұрагері, дербес империя құрған Бабыр да өзін хан деп атай алмады. Демек бұл да Шыңғыс ханның Жалайыр арысынан шыққанын дәлелдейтін сенімді тарихи құжаттық дерек, бұл тартпас дәйек. Бұдан сырт, Жалайыр Мұқалы көйіңнің ұлыс бегі, Шыңғыс ханнан кейінгі екінші тұлға болуы да осынау ұлы қағанның қай арыстан шыққанын көрсететін тамаша дәйектердің бірі. Тамаша дәйек дейтініміз Жамиғат Тауарихтағы жоғарыда айтылған 10 рудың бірі төре болса, енді бірі хан болатын. Мұқалы сол хан руынан шыққан. Аталмыш тарихнамада ол туралы
Шыңғысхан заманында осы жалайырдың ішіндегі хан руынан шыққан мұқалы көйің бәріне ноқтаға болатын. Шыңғысхан өзінің шоңғарын мұқалыға басқартып еді. Кейін оның мұрагерлері де көйің аталды. Бұл сөз Қытай тілінде ұлыс бегі деген мағына береді, деп жазылған. Сөйтіп, жалайырдың төре руынан шыққан Шыңғысхан ұлыстағы бірінші тұлға. Жалайырдың хан руынан шыққан Мұқалы ұлыстағы екінші тұлға болды. Шағатайдың ұрпағы ретінде ханмын, бірақ билік менде жоқ. Әмір темірмін, хан болмасам да асыл тектімін. Тақ, орын, ал билік оны ұстай алатын күш. Шағатай ханның кейінгі әулеттеріне келсек, олар Қашқария мен Мауараннахрда және Түркістанда небір сәулет туындыларын өмірге келді. Егер Мұхаммед Хайдар Дулатидің Әмір Темір сүйер Ғатмыш ханды хандыққа тағайындады. Әмірлер оны мойындады. Әмір Темір ханды өз уысында ұстап отырды. Түркі тілінде жазылған үкімдер мен бұйрықтар оның атында болатын. Ол қайтыс болған соң, оның ұлы Сұлтан Махмұд ханды орнына тағайындады. Сынды дерегіне жүгінсек, Әмір Темір де тек Шағатай хан әулет атынан билік жүргізгеніне көз жеткіземіз. Ондай болғанда, Әмір Темір замандағы сәулет құрылыстары да Шағатай әулетіне тиесілі болады. Ал олар Самарқандағы және Түркістандағы көптеген сәулет ескерткіштерін өз ішіне алады. Сол ұлы сәулет туындыларының қатарында Қожа Ахмет Яссауи мен Арыстан баб, Гүри әмір, кесенелері, тағы басқа мұғжизаға балама боларлық керемет ғимараттар бар. Міне осы дәйектердің барлығы Шағатай хан әулетінің қала өркениетін жасауда әлемдегі ешбір озық елден қалыспағанын көрсетіп береді. Әрине, Темірбек, Әмір Темір әулеті жасаған өркениеттің қатарында Қорасанда, Гератта, Құсайын, Үсейін мырза қалыптастырған. Ағрада, Агра, Лахорда Бабыр патша әулеті жасаған ұлы өркениеттер де бар. Бұл өркениеттер өз кезегінде бүгінгі Ауған, Парсы және Үнді мен Пакистан жерлерін қамтиды. Соның ең бір жарық жұлдызы бұл күнде ЮНЕСКО тізімінде тұрған әйгілі Таж-Махал кесенесі. Ол Үнді жерінде, жүйеден, оның солтүстігінде осынау ұлы әулет қалыптастырған әлемге әйгілі моғол сәулет стилінің бір бөлшегі ғана болатын. Темірбек әулеті аталмыш үлгіде сәулет құрылыстарынан өзге де көптеген өркениет жетістіктерін жаратты. Оның ішінде суландыру жүйесі, бау-бақша шаруашылығы бар. Тіпті Бабыр патшаның өзі де ирригациялық жүйе жасауға тікелей атсалысты. Патша бәсімен құдық қазу, шығыр орнату жұмысына қатынасты. Ол нұрлы ақылымен де, ыстық қайратымен де, қос қолымен де өркениетке еңбек сіңірген жан болды. Адамзат тарихындағы ең ұлы өркениет жасаушы патшалардың бірі болды. Сондай-ақ Бабыр патша селекциясына де өсімдіктерді жерсіндіруге де мән берді. Ол тропикалық аймақтағы жемістер мен өсімдіктердің көшеттерін, ұрықтарын Орта Азияға жөнелттіріп отырған. Сонымен бірге бұл ісін қарама-қарсы бағытта да жүргізген. Бұлай істеу барлық түрік патшаларына тән қасиет еді. Оның ауыл шаруашылық өнімдерін молықтыруда, экономиканы өркендетуде, сондай-ақ қала мәдениетін жақсартуда игі әсері болғаны талассыз. Әмір Темір Тұран мен Иранды ғана емес, Үндістан мен Кіші Азияны қамтыған алып империя құрды. Дипломатия мен жаулап алу. Ол Алтын-Орда ханы Тоқтамыспен де, Осман империясымен де күрделі қарым-қатынаста болды. Бату хан әулеті Қыпшағияға Бердібек хан тұсына дейін 1359 жылға дейін ғана билік жүргізді. Одан соңғы заманда Тоқай Темір, Шайбани әулеттері билікке келді және Ноғай, Маңғыт билерінің анархиялық үстемдігі қалыптасты. Дегенмен осы кезеңдердің барлығында Ақ Орда, Аға Орда хандары, яғни Орда хан әулеті Қыпшағияға не тікелей, не жанамалай билік жүргізді. Бұл тепе-теңдікті 14 ғасырдың соңғы шерігінде Тоқтамыс хан мен Темірбек, Әмір Темір одағы бұзды. Дегенмен Тоқтамыстың өзі де, әкесі Тойғожа оғлан да Маңғыстаудың тумасы, Орыс ханның қарамағындағы сұлтандар болатын. Темірбек пен Тоқтамыс ханның арасы бұзылған сәтін пайдаланып, Темірқұтлық хан билік басына келді.
Ол Орыс ханның немересі, Қойыршақ ханның ұлы болатын. Темір Құтлық хан әйгілі Едіге биді іске сала отырып, Тоқтамыс ханды женді де, Жошы хан ұлысының тағына өзі отырды. 1395-тен 1400-ге дейін жыл. Одан соң ұлы Болат хан билікке келді. Іс жүзінде бұл тұтас Шыңғыс хан әулетіндегі Алаш ұлысындағы ең жоғарғы мәртебе, яғни орталық билік болатын. Арада Темірбек 1405 жылы, Тоқтамыс хан 1406 жылы. Бірінен соң бірі бақилық болды. Міне, сөйтіп Шыңғыс хан құрған Алаш ұлысының билігі Орда әулетіне қайта оралды. Ал сол мемлекеттілікті Қазақ хандығы жалғастырғаны тарихтан белгілі. Қазақтар күні бүгінге дейін Алаш атауын кие тұтады. Оны өз ұлттық атымыздың қасиетті синонимі деп біледі. Міне, бұл нағыз тарихи сабақтастық болып табылмақ. Деректер Әмір Темірді Шыңғыс хан империясының тікелей мұрагері ретінде сипаттайды. Оның әскері қатаң тәртіпке, ондық және түмендік жүйеге негізделген. Сол заманның ең озық қару жарағымен, соның ішінде мұсылман зеңбірекшілерімен жабдықталған күш болды. Оның мемлекеті ғылым мен мәдениеттің орталығына айналды. Біздің елдегі Сайқан Тарғай, сол кісінің рухы деген әйгілі Әмір Темірдің әкесі. Атам қазақ шөп шыққан жеріне шығады деп бекер айтпаған. Батыстықтар Еділ патша мен Шыңғыс ханға кете деп білетін осынау ұлы әмірші, тура Құбылай Ноянның ұрпағы. Ақан сері жігіттің падшасы деп атаған. Алаштың от жүректі ақыны Мағжан атамыз. Тұранның билері бар Тарағайдай, сол биден темір туған от боп ойнай деп жырлаған. Үш бу патша да, ендеше ұлы Бабыр патша да, Ғұлама Ұлықбек те сол кісінің ұрпақтары. Ал енді Әмір Темірдің шыққан тегіне назар салыңыз. Сіргелі және барын мен барлас. Шыңғыс қағанның Құзауырында, Құпия шежіреде, әйгілі Борынғар Нояны Най ағаның әкесін Сіргелі, Сіргеті, Ақсақал деп атайды. Осыған қарап ол кісінің Сіргелі арысынан шыққанын және сол рудың ақсақалы, басшысы екенін білуге болады. Алайда, Май ағаның барын тайпасынан шыққаны жұртқаян. Дегенмен, бұл арада тұрған ешқандай да жаңсақтық жоқ. Бұл деректі даңқты, қолбаса Сүбетей Бағадырдың бірде Ұранқай, бірде Жалайыр деп жазылғанымен салыстыруға болады. Яғни, Мая Ноян, Сіргелі, Сіргеті, арысының барын, бәрін тайпасынан шыққан. Сондықтан оның әкесі Сіргелі, Сіргеті, Ақсақал, өзі барын Маяға, немесе барын Мая Ноян атанған. Түгел Тауарихта, Жамиғат Тауарихта, барындар туралы, осы бәрін, барын, Дорбан, Дорбам, руы түптері бір туыс. Суқаты, Суқаты, руы болса, барыннан бөлініп шыққан. Асылы, олар ағайынды үш кісі екен де, осы үш ру солардан тарапты деп жазады. Ал барластар жөнінде соған жалғас тарауда қысқаша ғана мәлімет берген. Екеуінің бұлайша қатар таратылуынан барын мен барластың тетелес, туыс тайпалар екенін шамалауға болады. Құзауыр, Құпия шежіре бойынша барын мен барлас анасы бір туыс болып келеді. Нақты айтқанда, барын Боданжардың өгей боласы болып келеді де, барлас тіке өзінен тараған ұрпағы саналады. Түгел Тауарихтың, Жамиғ ат-Тауарихтың тағы бір дерегі бойынша да барын мен барластың туыс екені ап-анық көрсетілген. Яғни, қайсы бастау мәліметке жүгінсек те, барын мен барлас туыс болып келеді. Айтып өткеніміздей, бәрін мен тағы, Дорбан, Суқаты тайпалары бірге туысады. Шежіредегі туысу деген сөз, аталған рулардың өздерінен үлкен, ортақ бір рулық бірлестікке, ұтыққа қарайтынын көрсетеді. Ендеше, барын, бәрін, барлас, Дорбан, Суқаты тайпаларын туыстырып тұрған үлкен ұтық қайсы? Түгел Тауарихта, тағда. Ол Маяға туралы мәліметтер Шыңғыс хан мен тәй жігіттердің,
тайшығыттардың арасында ішкі соғыс туындағанда, оның әкесі Сіргелі Әбікен тайжігіттермен бірге болатын дейді деген мәлімет бар. Осыған негізделгенде Маяғаның әкесінің аты немесе атағы Әбікен болады. Ал алдыңғы бөлігіндегі Сіргелі осы тұлғаның руын көрсетеді. Адамды бұлай атау түрік халқына жалпыласқандақты. Айталық, бертінгі заманда өткен бабаларымыз Қаңлы Жүсіп пен Кете Жүсіптің аталмыш танымал әті жөндері осылай қалыптасқан. Қаңлы және Кете олардың рулары болса, екеуінің де аттары Жүсіп. Дәл сол сияқты, бұл арада Сіргелі арысынан шыққан Әбікен, ақсақал немесе бек туралы сөз болып тұр. Әрине, Шыңғысхан құрған ұлы қағанаттағы үшінші тұлғаның Шыңғысхан, Мұқалы, Наян-Ноян әкесі кішігірім адам болмаса керек. Ал сол Әбікенге ататек есебінде көрсетілген Сіргелі, Сіргеті де ұсақ түйек ру болмауға тиіс. Бұл жай кісіге де түсінікті жағдай. Тұлғаның дәрежесі үлкен болған сайын, оның қарастылығындағы елі де үлкен болады. Сіргелі Әбікеннің, Сіргелі ақсақалдың, Шыңғысханның қарсыласы болған әйгілі Тарғатайды тұтқындауда оның елі аса іргелі, билігі ерек мұғым айтулы шонжар екенін көрсетеді. Демек, оның елі Сіргеліні іргелі етік бірған, қарастылығындағы барын, бәрін, барлас, дорбан, суқаты қатарлы туысқан тайпалар, яғни Сіргелі, Сіргеті, арысы ең кемінде осы 4 тайпадан құралған. Соның ішінде барын, бәрін, өз руы да, басқалары туыстас рулар саналады. Жоғарыдағы деректермен оған сай шығарылған қорытындылар замандағы Сіргелі, Сіргеті, Сіргеті арысының аса қуатты, әрі әйгілі болғанның айғағы. Сондай-ақ олар Шыңғысхан әулетіне өте жақын болған. Рашид әд-Дін. Шыңғысхан замандағы Құбылай Ноян осы барлас рудан шыққан. Оның балалары қазірде Қаған құзырында қызмет етуде. Біздің елдегі Сайхан Тарағай сол кісінің ұрқы деп жазады. Бұл дерекке жүгінсек, әйгілі Әмір Темір Тарағай баласы да түптеп келгенде Сіргелі арысынан шыққаны анық болады. Нақтырақ айтқанда, Сіргелі арысынан барлас тайпасы тарайды да, сол барластан ұлы қолбасы Құбылай Ноян шығады. Оның ұрқыман 13-14 ғасырларда жасаған әйгілі Тарағай би өмірге келген. Сол Тарағай биден әлем тарихына аян Әмір Темір туады. Онда тағы, олардан, Дорбаннен шыққан әйгілі Әмір Болат аға, Қағанның қызырында уәзір және Борашы, Қамбашы болатын. Сондай-ақ біздің елге де елші болып келген. Ол даңқты Әмір ет деген дерек бар. Бұл бізге түгел тауарих, жамиғат тауарих сынды осынау ғылымдамалық, энциклопедиялық тарихнаманы жазуға өшпес үлес қосқан ұлыстағы бірінші дәрежелі ғұлама шежіреші Болат аға, Палат ағаға да түптеп келгенде Сіргелі екенін көрсетеді. Әуелі Сіргелі, одан Дорбан, сол Дорбаннен ұлы қолбасы, даңқты Әмір, күллі ұлыстағы ең білгір шежіреші Болат аға шыққан. Ол кісі Тұран-Иран бағытындағы тұтас армияның әмірі, бас қолбасшысы еді. Демек Маяға, Құбылай Ноян, Болат аға, тіпті ұлы император Әмір Темір де Сіргелден шыққан. Мөңке, Құбылай қағандар замандағы әйгілі қолбасы, оңтүстік Қытайды бағындырған өскелең жеңімпаз, Баян Бағадыр да Сіргеті Әбікен әулетінен еді. Шын тарих, ақиқат дерек, міне осылай дейді. Ал біздің кейбіріміз болсақ, азаттықтан бұрынғы ескі сүрдекпен малтығып, қызыл ғалымдар қалыптастырған көне аксиомаларға үйуді қойалмай келе жатырмыз. Тарихи көзқарас өзгеріп отырады, бірақ тарихи шындық ешқашанда өзгермейді. Біз ендігі жерде отарлық заманның керіс идеологиясының кесіріне ұшыраған тарихи құндылықтарымызды нақтылап анықтап, дұрыстап бағалап шығуымыз керек. Жоғалғанын түгендеп, таланғанын орнына қайтарып әкелуіміз қажет. Әмір Темір 1405 жылы Қытайға жорыққа аттанған жолында қайтыс болды. Бірақ оның мұрасы өшпеді. Ол тек жаулаушы емес, түркі әлемін діни және мәдени
бір тұтастыққа келтірген ұлы реформатор болды. Әмір Темір Алаш баласы үшін мемлекетшілдіктің, рухтың және тектіліктің символы. Оның қазақ хандары мен жошы, орда әулеттерімен арадағы тарихи сабақтастығы біздің ортақ мақтанышымыз. Бұл бейнені достарыңа бөлісіп, бармақ басып, арнаға жазыл. Біз үшін бағалы, сіз үшін тегін.